bizde matematika sabağına bizde açık sabah ya vallahi. Endi sabağımızda бастамас бұрын biz bir-birimizге қазір мынандай бағалы тас айтыс арқылы өзімізді қандай екенімізді біліп шығайық, иә? Кәнекей бір-бірден келіп тез-тез ала қояйық. Bir-бірден аламыз. Әдеміміз, ақылдымыз, оқыттымыз, дұрыс, жақсы балдар. Яғни біз осындай бүгінгі көңіл-күйімізбен сабағымызды бастаймыз, иә? Енді балдар, біз егер есеп берген болатын, иә? Кәнекей бір-бірімізді тексеріп шығайық, кәнекей дәптерлерімізді ашамыз. Ашында бір-бірімізді тексереміз, бір-бірімізге береміз дәптерлерімізді. Жоқ, қасындағы балаға екеуін тексеріңдер. Bizde Almansır'ın ekibinin geçişte yapıldı. Ya kan daftarı diyor, ateşin daftarını. Sen Sultan'ın tekstil, sen Almansır'ın tekstil. Siz aşk kesiyle boyuyor. Dürüst mü? Dürüst. 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 Hadi. Dürüst bakayım. Ah. İyi жұмысы жоқ дейді, Алмасыр. İyi жұмысы қайда? Сенен басқасы барлығымыз шағып кетіппіз. Яғни бірақ балада жоқ, қалғанымыз барлығымыз алған. Үйге не беріп еді? Тесіңдер, дұрыс па, дұрыс емес пе? Қатесі болса, қатесін көрсетіп қойыңдар балалар. Метр деп қана жазбаған, иә? Жақсы. Қазір оны болды ма тексеріп? Ал енді отырыңдар. Дұрыс емесін қазір айтасыңдар. Қандай қате жібердіңдер, аяғым? Өшкен бірлігін жазуға ұмытып біз енді бұл кішкентай бір қате деп ойлаймыз. Қағаздарын көріңдер. Ал сендер мыналарда қате бар ма? Қате жоқ, мынаны кім шығарды? Сендер шығарыңдар. Ал енді мұнда қате бар ма? Қандай? 4 метр? 4 сантиметр. Екінші есептемесі бар. Қабырғалары 2 сантиметр, және 6 сантиметр болады. Дұрыс, оларды, яғни дұрыс. Ал енді Сұлтана тақтаға шығарып жаза қой. Мен жақтамын. Түрлерін дұрыс айтасыңдар. Енді қарақ балалар. Тікбұрыш. Неше? Қандай сандар? 15, 3, 8, 10. Дұрыс айтасыңдар. Ал сүйір бұрышташы? Дұрыс. Доғал бұрыштар? Дұрыс. Яғни тік бұрыш бізде қалай тұрады? Қолымызды көрсетейікші кәнекей. Тік бұрыш. Сүйір бұрыш. Сүйір. Дұрыс. Доғал? Яғни тік, сүйір, доғал. Өте жақсы, кәнекей қошымызды қойып. Яғни біз неменен периметрін таптық? Неменен периметр? Ненің периметрін таптыңдар? Екінші қатар. Сендер түскен күш па не? Шаршы ғой. Сенің формулаңа қарап Сұлтан айтты. Шаршы. Қайда түскен күш? Браво. Отыр болсын.
Өші бірлігінің. Онда не оңғол? Сенде оңғолдар қайда? Вот. Оңғолымызды жұмыртамыз, түйеміз. Солымызды партаға қоямыз. Енді тез-тез кезек-кезек істейміз. Былай істегенді қимылдатамыз. Яғни жоғары не болса, тез-тез істейміз. Жақсы. Ал енді бас бармақтарымызды көрсеттік. Оңғолымыздың бас бармағы. Ал енді бұнда кезекпен істейміз. Кәнеки тез-тез. Яғни біз қай жақпен істедік? Оң қолмен де, сол қолмен де, иә? Жақсы, ана қарай жалғастырайық балалар. Есімді, сәуле дегенді қайталадық, иә? Жақсы. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды әрқайсымыз өзіміз бағалаймыз. Қазір мен сендерге мынандай зымыранды таратып беремін. Бұл зымыранды өздерің бағалайсыңдар. Қай 10-ға дейінгі шкала тұр. Сол шкаланы қасына галочка қоясыңдар. Өзіңді қалай бағалайсыңдар? Көрейік. Белгілеп тұр, сіз белгілеп шығыңыз. Көп уақыт қалмайды. Неше деп берді? Өзім бағаладым. 10, 9. Қайсы? Ал? 8. Неге 8 деп бағаладың, сен ғана 8 деп өтсің? Не себепті? Жақсы балалар. Осы 3, Б, С, 5. Осының үшеуін таңдайсыңдар. Қайсысы дұрыс? А, Б, С ма? А, ал. Дұрыс па екен? Жақсы. Келесі, кесіндінің неше ұшы бар дейді? Кесіндінің. Біреу ма, төртеу ма, екеу ма? Екеу. Қайсы сонда С, иә? Төрт бұрышта неше қабырға бар дейді? Бесеу. А, Б, 4, С, 3. Ой, мынаны басаттым. Жақсы. Келесі кеттік. Төрт бұрышта неше төбесі бар? А, 4-еу, Б, 2-еу, С, 5-еу. Дұрыс. Үш бұрышта неше қабырғасы бар дейді? А, 4, Б, 2, С, 3. Келесі. Төбесі бар. А, 4, Б, 3, С, 5. Жақсы. Неге 3 бұрыш емес 4 бұрыш? Бірақ бұл жерде жаңаға 4-ші есепте кішкене еңдеп тұр. 4 бұрыш пішімді торға деп тұр. Біз геометрия фигураларды біз не істей аламыз? Неге ұқсайды? Заттарға ұқсайды. Заттарға, үйлерге, жер пішімдерге ұқсайды. Яғни периметр табушы біз барлығын сонда не істейді екенбіз? Қосамыз. Енді қараңдар. Бірінші қатар бізде
Неше тәсілмен шығарып отыр? Екі тәсілмен. Бірінші қатар, екінші қатар? Бір тәсілмен. Бұны екі тәсілмен шығаруға бола ма? Неге? Болады. Мұнда неше тәсіл? Бір тәсіл. Яғни ең дұрыс шығарған бізде қайсы болып тұр? Неге? Мына нешінші қатар? Бірінші қатар. Біз де екінші қатар мен үшінші қатарда дұрыс шығардық, бірақ біз бір тәсілмен ғана шығарып отырмыз балалар. Бізде яғни неше тәсілмен шығару керек еді? Екі тәсілмен. Сонда бірінші қатарға кәдімгі қошеметтеп қояйық, иә? Өте жақсы. Жарайтындар балалар. Ал? Нүктеге дармаңыры шексіз, дұрыс шексіз сызық. Ал? Иә? Қандай әріптермен белгілейміз? Бұл жерде сұрақтардың сөздердің орны ауысып келген. Қандай әріптермен белгілеуші математикада біз? Қандай әріп дейміз соны? Латын әріптермен белгілейміз. Дұрыс айтасың, біздер аяғадан басқа ешқайсымыз қатыспай отырмыз ба? Жақсы балалар, онда біз оқулығымыздың 131-ші бетін ашайық. Яғни бүгінгі тақырыбымыз не туралы екен? Геометрия элементтері. Біздің мақсатымыз қанекей. Не дейді? Яғни геометрия элементтерін біз бүгінгі сабақта не істейміз? Қайта қайталаймыз. Біз оны өттік қой. Жақсы. Енді балалар біз дұрыс айтады. Яғни мына жерде астында сендерге не берілген? Бұрыштар берілген, иә? Бұрыштар. Енді қарайық. Мына жерде тік бұрыш дейді. Тік бұрыштарды меңгейден табасыңдар да, соны сандармен жазасыңдар. Және сүйір бұрыш табасыңдар. Оның мына жерде қай нөмірлері тұр, сол нөмірлерін меңгейде жазасыңдар. Одан кейін доғал бұрыш. Доғал бұрыштында не істейміз? Нөмірлерін жазасыңдар. Одан кейін әрқайсысын немен белгі дейді? Әріптермен белгілеп шығамыз. Ал бастайық. Иә. Бұрыштарын қалай белгілеуші? Енді сен мына жерге қазір бұрыштарын суретін саласың. Мыналарды суретпен салшы. Мына карташпен саламыз. Оқулықтарына, бірақ біз оның топтап талдап отырып істейміз. Яғни бірінші қатарға қазір екінші есептен шығарасыңдар. Екінші қатар. Үшінші, сендер төртінші. Оқулықтан тауып аламыз. Таптық па? Бірінші қатар мына жерге жиналамыз. Мына қағазға шығарамыз қазір. Үш жерге. Сендер мұнда бірінші қағазға жиналыңдар. Келеміз көріп. Сендер анда, сендер мұндай дедіңдер. Мұндай дедіңдер. Я осыны шығарасыңдар. Оқимыз, түсіндірмеміз бір-бірімізге. Және үйретеміз. Жақындап кел. Неге? Төртінші. Жоқ, бірінші сендер үшінші есепті, сендер төртінші есеп боласыңдар. Дұрыс, екі, үш, төрт. Нөмір төртке жазып қойды. Алып жазыңдар, біріміз жазып отырамыз, біріміз айтып отырамыз. Және бір-бірімізге түсіндіріп отырамыз балалар.
Bilmekte mi? Kalından kalsın. Cezamız. Cezamız. Oldu mu? Endi bizga birinchi niyasizlik. Tuzuk. Qani ali tuzukni taxtaga sizishdi. Bo'lmeni olamizda tuzuk sizamiz. Bo'ldi. Ya'ni belgi deydi. Biz tuzukda qanday qilib belgiymiz? Ya, adi belgi, только basatda kishatda. Nega? Tuzukda kishat. Fotoğrafı kilesi bir niyesiz idi. Savli. Kim savli? Bakayım ayıtasın mı? İyi bir savli. Sırası mı? Ay yavrususun.